Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері бойынша сұхбаттың бүгінгі бағдарламасы арнаулы қызметті кадрлармен қамту мәселесіне арналады. Осы ретте біз Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының кадрлар басқармасының бастығы, психология ғылымдарының докторы, профессор Арман Лесханұлы Нұрмұхамбетов мырзаны әңгімеге тарттық. Сәлеметсіз бе? Арман мырза, Ұлттық қауіпсіздік комитетінде қандай жоғарғы оқу орындары бар? Оларға түсудің талаптары қандай? Сол жөнінде толығырақ ақпарат беріп өтсеңіз. Ұлттық қауіпсіздік органдарында ведомстволық екі жоғарғы оқу орын бар. Олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара академиясы. Біріншісі болашақ жедел қызметкерлер дайындаса, екіншісі шекара қызметінің офицерлерін дайындайды. Аталған оқу орындарға түсу үшін мектептен кейінгі орта білім бағдарламасы бойынша 4 жылдық оқу легіне түсуге болады. Өрдегі негізгі талаптар: үміткердің жасы 17-де болу керек, табелдің бағасы ортамен 4-тен кем болмау керек, ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша 50 балдан төмен болмау керек. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитет академиясына жоғарғы білімнен кейінгі қысқартылған оқу қайта даярлау курстарына түсуге болады. Мысал ретінде келтіретін болсақ, үміткер басқа жоғарғы оқу орынды бітіріп, қайтып біздің академияға келіп түсе алады. Қысқартылған мерзімде 6 айдан 2 жылға дейін оқу өтіп, содан кейін жедел қызметке жұмысқа кіре алады. Өрдегі негізгі талаптар: үміткерлердің жасы 22-ден кем болмау керек, оқыған диплом бойынша 4-тен кем болмау керек, және мамандығы бойынша 6 айдан кем емес жұмыс өтілі болу керек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғарғы оқу орындарына құжаттарды тапсыру қай кезден басталады? Әдетте құжаттарды қабылдау 1 қыркүйектен 1 қараша аралығында өтеді. Ол үшін үміткер жергілікті мекен-жай бойынша Ұлттық қауіпсіздік департаменті немесе шекара қызметтік аумақтық органына өтініш білдіреді. Аумақтық органдардың мекен-жайы, керекті құжаттар тізімі КМБ Gov сайтында толығымен берілген. Құжаттар тапсырылып болғаннан кейін үміткерлерге толық арнаулы тексеру өткізіледі. Әскери медициналық комиссия өтеді, психофизиологиялық, полиграфологиялық зерттеулер өткізіледі. Зерделеу барысында біршама тапсырмалар беріледі. Әдетте құжаттар тапсыру 1 қыркүйектен 1 қараша аралығында өтеді. Ол үшін үміткер тұрғылықты мекен-жайы бойынша Ұлттық қауіпсіздік департаментіне немесе аумақтық шекара органына өтініш білдіреді. Органдардың мекен-жайы және керекті құжаттар толығымен КМБ Gov сайтында берілген. Құжаттар тапсырылып болғаннан кейін үміткерлерге қатысты арнайы тексеру өткізіледі. Әскери медициналық комиссиядан өтеді, психофизиологиялық, полиграфологиялық зерттеулерден өтеді. Үміткерге біршама тапсырмалар беріледі. Онымен тәжірибелі жедел қызметкерлер, басшылар әңгімелеседі. Арнайы комиссияларда оның психологиялық ерекшелігі, тұлғалық қасиеттері анықталынады. Міндетті түрде әрбір үміткер Қазақстан Республикасының заңнамалары, компьютерлік сауаттылығы, мемлекеттік және басқа тіл білу деңгейі тексеріледі. Ескере кететін бір жайт: тексеру барысында аталған талаптармен қоса үміткердің креативтілігі, коммуникативтілігі, қиын жағдайлардан тез жол табуды, жаңа ортаға тез бейімделу қасиеттеріне де көңіл бөлінеді. Мектеп бітіруші түлектер, мысалға, біздің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғарғы оқу орнына түскісі келген жағдайда бірыңғай тестілеу кезінде қандай пәндерді таңдауы қажет? 4 жылдық оқу легіне түсуге үміткерлерге нақты орта білім бойынша кез келген 2 пән таңдаса болады. Нақты ана пәнді немесе мына пәнді таңдау деген талап қойылмайды. Оқуға түсуге үміткер құжаттарын бәрін тапсырып болды дерлік, одан кейін олар конкурсты қай жерде өтеді? Біздің академияларға оқуға түсу жазғы уақытта өтеді. Конкурс оқу орын маңында өтеді, яғни 2 конкурста Алматыда өтеді. 4 жылдық оқу легіне үміткерлер денсаулығы тексеріледі, спорттық жарамдылығы және кәсіби жарамдылығы бағаланады. Кәсіби жарамдылығын бағалаған кезде үміткерлерге коммуникативті және ойлау қабілетін анықтайтын біршама практикалық кейстер беріледі. Кейстерді шешу барысында арнайы сарапшылар оның біліктілігін, білімдігін, болашақ жұмыста қажет болатын жеке қасиеттерін бағалайды. Айта кететін бір зат, сарапшылар ретінде тек қана академияның мұғалімдері емес, сонымен қатар тәжірибелі жедел қызметкерлер де қатысады.
Сонымен қоса жоғарғы оқу орнынан кейінгі қысқаша оқу бағдарламасы бойынша бәрінде айтып кеттік қой, жоғарғы дипломы бар, 6 айдан 2 жылға дейін оқуға болады. Ол үміткерлерге қосымша саясаттану бойынша емтихан және ауызша жазбаса дағдыларын анықтау үшін арнайы эссе өткізіледі. Конкурстық комиссия біткеннен кейін сынақтан өткен үміткерлер арасынан ең жоғарғы балл алған үміткерлер оқуға түсіріледі. Осы оқуға түскен үміткерлер оқуды аяқтағаннан кейін қай жерге қызметке жіберіледі? Біздің академияда курсанттарды жан-жақты дайындайды, мамандандырады, сондықтан нақты бір бағытта істейді деп оны айта алмаймыз. Ол өз біліктілігін, өз білімін әртүрлі салаларда қолданылады. Оның ішінде тек қана жедел немесе әскери қызмет емес, сонымен қатар ғылыми жұмыспен де, талдау жұмысымен де айналысуға болады. Айта кететін бір жайт, академия қабырғасында белгілі өзіміздің магистратуралар бар. Арнаулы қызметке тек Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясын бітірген түлектер ғана қызметке тұра алады ма, әлде сырттан да тікелей жұмысқа қабылдауға мүмкіндік бар ма? Жоқ, тек қана оқу орны арқылы емес, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қосымша бөлімдер, мысалы үшін кадр, шаруашылық, қаржы және де бір сирек кездесетін мамандар бойынша тікелей офицерлік лауазымға тағайындалады. Өрдегі талаптар негізінде оқуға түскен талаптармен бірдей, жасы 22-ден толы болу керек, орташа дипломы 4-тен кем болмау керек, мамандық бойынша 6 айдан кем емес өтілі болу керек. Қабылдау рәсімі толығымен конкурс түрінде өтеді. Ол конкурс жылына бірнеше рет орталық аппаратта өтеді. Өргі негізгі талаптар алдындағыдай жасы 22-ге толы болу керек, орташа диплом 4-тен кем болмау керек, диплом бағыты бойынша 6 айдан кем емес тәжірибесі болу керек. Басқа құқық қорғау органдарында және не болмаса қорғаныс министрлігінде, мемлекеттік органдарда қызмет еткен адам біздің қауіпсіздік комитетіне жұмысқа тұра алады ма? Әрине қызметке қабылдана алады, бірақ басында айтып кеттігендей, қай сала болмасын, барлық жерде конкурстық негіздеме. Басқа саладан келген кандидаттармен бірдей жалпы конкурстарға қатысып, ең жоғарғы баға алған үміткерлер ғана жұмысқа қабылдана алады. Біздің жоғарғы оқу орындарына түскен үміткерлерге қандай әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған? Әрине, біздің академияға түскен курсанттардың киімі, тамағы, зат мүліктері, дәрі-дәрмегі толығымен мемлекет тарапынан қамтылады. Одан қоса жаздық каникул кезінде, практика кезінде жолақыларды мемлекет тарапынан төленеді. Оқуды бітіргеннен кейін болашаққа қызмет ететін орнына жету жолақысы да мемлекет тарапынан төленеді. Академиялар бітірген түлектер жан-жақты маман болып келеді. Өйткені жұмыстың талабы сондай. Оларды жан-жақты әртүрлі қылып дайындайды. Басқа оқу орындарына қараған кезде өте көп психологияға, талдауға, практикалық сабақтарға көңіл бөлінеді. Сондықтан нақты осы бір бағытта істейді деп айта алмаймыз. Қай бір бағытты берсе де, олар алып кетуіне толығымен сенімдіміз. Өйткені білімден қоса біз оларға өз бойына білімділігін арттыру, үнемі өзін дамыту психологиясын санасына енгіземіз. Дәл осы ретте өзінің біліктілігін арттырам, отанға шын қызмет етем деген азаматтар болса, біздің академияға оқуға шақырамыз. Арман мырза, сұхбатыңызға рахмет, қызметіңізге мол табыс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Егер өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, біздің knb.gov.kz Instagram парақшамызға, не болмаса баспасөз қызметіне жолдауларыңызға болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.